Армысыздар ардақтағы ағайын, бүгін апта қорытындысы және шоу тізгіні балауса Майлыз қызында. Ендеше сіздер үшін Алтай Ньюс тілшілері аптадағы маңызды жаңалықтар топтамасын ұсынады. Наурыз айы туғанда той болушы еді бұл маңда деп ақиық ақын Мұқағали Мақатаев жырлағандай төл мерекеміз наурызда келіп жетті. Естеріңізге сала кетейік, биыл наурыз тың форматта тойланып жатыр. Еліміздің мәдениет және ақпарат министрлігі мәдениет комитеті төрағасының орынбасары Сәбит Барлыбаевтың айтуынша наурызнама 10 күндігі наурыз мейрамының мән мағынасы мен мазмұнын байытып, түрлі мәдени және дәстүрлі іс-шараларды қамтиды. Ендеше еліміздің шығысы 10 күндікті қалай тойлап жатыр? Кестеге сәйкес шолуымызды наурызнаманың 2-ші күнінен бастаймыз. Наурызнаманың 2-ші күні қайырымдылық күні. Бұл күні Өскеменде кезекті ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Облыс орталығына ауылдың дәмін алып келген Күршім ауданының өкілдері Үміт балалар үйіне барды. Әкімдік қызметкерлері мерекелік концерт қойып, балаларға азық-түлік пен сыйлықтар үлестірді. Наурызнаманың 3-ші күні мәдениет және ұлттық салт дәстүр күні. Осыған орай облыс орталығында тұрғындар тегін фильм көруге мүмкіндік алды. Мәселен, Оралхан Бөкей атындағы қалалық кітапханада әйгілі Қыз жібек фильмі тегін көрсетілсе, ертіс концерттің көрермен залында Дос Мұқасан фильмі көпшілік назарына ұсынылды. Глубокая ауданы бұл күнде ерекше акция өткізді. Кент тұрғындары мен қонақтарына арнап Достық үйі мен мәдениет үйінің қызметкерлері бауырсақ пати акциясын ұйымдастырды. Бауырсақтан дәм татқызды. Ал кенттегі Ыбырай Алтынсарин мектебінде кимешек кигізу жоралғысын көрсеткен арнайы қойылым қойылды. 17-ші наурыз шаңырақ күні. Бұл күні сүйіспеншілік, ананы құрметтеуге, сенім, өзара көмек, мейірімділік, жанашырлық, ұрпақ сүю сияқты отбасылық құндылықтарды насихаттауға арналған. Бұл күні облыстық әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат комиссиясының мүшелері ана мен бала орталығында жас босанған аналарды құттықтады. Оларға гүл шоқтары мен сый-сияпат тарту етті. Атап өтейік, шаңырақ күні мен Масленица мерекесі биыл тұспа-тұс келді. Масленица мейрамы да ерекше сән салтанатпен тойланды. Қала тұрғындары мен қонақтары облыс орталығындағы Достық үйі қоғамдық келісім орталығының алаңында жиналып, қаһарлы қысты шығарып салды. Шығыс жастары да наурыз мейрамын жоғары деңгейде тойлады. Бұл сөзімізге облысымызда дәстүрлі тойланып келе жатқан наурыз фест шарасы дәлел. Биылғы фестивальдің былтырғыдан ауқымы кеңейіп, мән мағынасы арта түскендей. Мұны шаһардағы Комендантка жағалауында өткен шарадан аңғардық. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында жасқа да, жасамысқа да тамаша көңіл күй сыйлаған бұл іс-шараның өтуіне Өскемен қаласы әкімдігінің жастар ресурстық орталығы мұрындық болғанын айту керек. Өскемендіктер мен қала қонақтарына ұлттық құндылықтарымызды, төл спортымыз бен салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында қолға алынған биылғы іс-шараның тағы бір ерекшелігі садақ ату сайысының ұйымдастырылуы болды. Сондай-ақ фестиваль аясында өмірімді өрнектеген әсем әуен ән сайысы, шұғылалы көктем би сайысы, ұлы дала үні домбырашылар сайысы, үздік образ байқауы мен асық ату, арқан тартыс, қой көтеру, қол күресі сынды спорт түрлерінен жарыстың түрлері өтіп мерекенің көрігін қыздырды. Наурыз жастар фест, ол жастар фестивалі, бұл конкурстармен ерекшеленеді. Көбінесе біздің жастар осы конкурстар үшін келеді деп айтсақ болады. Негізгі мақсаты бұл біздің жастар фестивалінің мақсаты, ол жастарға наурыз мейрамын кеңірек түсіндіру. Тек қана жастар емес, қала тұрғындары да бізді осы наурызды жыл сайын күтеді негізінде. Наурыз мейрамын жақсы көреді деп те айтсақ та болады. Соған байланысты оларға салт дәстүрді түсіндіру мақсатында, біздің ұлттық ойындарымызды насихаттау мақсатында, салауатты өмір салтын ұстану мақсатында біз көптеген осындай шараларды ұйымдастырып отырмыз.
18 наурыз ұлттық киім күні. Бұл күні шығыстағы әскерилер, құтқарушылар және басқа да сала мамандары ұлттық киім киіп челлендж бастады. Сондай-ақ Оралхан Бөкей кітапханасында 3D форматта ұлттық киім дефилесі өтті. Оюлар сөйлейді атты фестиваль аясында шығыстағы 10 саусағынан өнер тамған қолөнершілер өз туындыларын жұрт назарына ұсынып, артынша жәрмеңке өтті. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде де ұлттық киім дәріптелді. Ұлттық киім күнін тойлау кезінде университет мамандары мен студенттері домбыра шертіп, әйгілі қара жорға биін береді. Қонақтарға дәмі тіл үйретін бауырсақ пен құрт шай ұсынылды. Ал магистрант Айжан Үмбетова эко ұлттық бұйымдар авторлық стартап жобасын көрермен назарына ұсынды. Шығыстағы мерекелік атмосфера осындай, ал сырттағы атмосфера ауа райы қалай? Ендеше шолу соңында 19 наурызда облыстың солтүстік шығыс орталық аудандарында жауын шашын, негізінен жаңбыр. 20 наурызда облыстың басым бөлігінде жауын шашын, жаңбыр, қар күтіледі. Сондай-ақ күндіз ауа температурасы күрт жоғарылайды. Мамандардың айтуынша өзендерде су деңгейі көтерілуі мүмкін. Сол себепті құтқарушылар ұсынған кеңес шарттарды орындауға тырысайық. Бүгінгі хабар осымен тамам. Келесі кездескенше бар болайық, бай болайық.